қазір не осы соны түсіріп жүрген блогерлерге осыны айтқым келеді. Климат мәселесін көтеру, әлемдік халықаралық резонанс тудыру. Ә, Әркім өзі не зерттеді, не түсінді, соны адамдармен бөлісу. Бұл қатты өзгеріп жатыр климат қазіргі таңда негізінде. И біз күннен күнге уақыт жоғалтып жатырмыз негізінде. Бұл адамдарды ақпараттандыру, бұл нәрсені зерттеу, климат мәселесін зерттеу, сенің күнделікті жұмысыңа, тауып жатқан ақшаңа, отбасын асырау үшін жүрсің ғой қазір. Әркімде әртүрлі сала бар мысалы. Оған ешқандай бір несі жоқ бұның, кедергісі жоқ, ешқандай зияны жоқ бұның. Мен мысалы айтатын болсам, осы жұмыста жүріп ақ тоқтайтын уақыт келеді, демалатын уақыт келеді. Содан бір сағат бұрын тоқтаймын да осы әлеуметтік желіде осы нәрсемен, осы климат мәселесін зерттеймін, қараймын. И бұл менің жұмысыма ешқандай әсері жоқ, ешқандай зияны да жоқ. Дәл сол сияқты басқа адамдар да осылайынша осы климат тақырыбын көтеріп зерттеп, адамдарға өзін түсінгенмен бөлісіп жеткізуге болады.